Қалдарың қалай балалар? Бүгінгі күні 1 сынып математика 45 сабақ ондықтармен санау тақырыбын қарастыратын боламыз. Ондықтармен санау. Ондықтармен қалай санауды үйренетін боласың. Бірінші есеп. Әр жинақта неше ойыншық бар? Есіңде сақта, ондық санаудың ірірек бірлігі. 10 саны 1 ондыққа тең. Бізге берілген ойыншықтарды санап көрейік. Бірінші көліктерді санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ойыншықтар саны 10-ға тең. Яғни ол 1 ондық деп аталынады. Келесі доп ойыншығымыздың саны қанша екенін бірге есептейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 ондыққа тең. Жарайсыңдар балалар. Келесі робот ойыншықтарымызды есептейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-ға тең екен. Яғни ол 1 ондыққа тең. Келесі куб ойыншықтарымызды есептеп көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ол да 10 санына тең, яғни 1 ондыққа тең. Кестемізде берілген сандардың атауы және ондықтар ретінде қарастырылған кестемізді қарайық. Санды атап және оны ондық түрінде қандай екенін көрейік. Берілген кестеміздің астында ондықтармен сана деген тапсырма берілген екен. Берілген сандарымызды ондық түрінде есептеп айтып көрейік. 10 саны 1 ондыққа тең, 20 саны 2 ондыққа тең, 30 саны 3 ондық, 40 саны 4 ондық, 50 саны 5 ондық, 60 саны 6 ондық, 70 саны 7 ондық, 80 саны 8 ондық, 90 саны 9 ондық, 100 саны 10 ондыққа тең екен. Кестеде берілген сандарды ондық түрінде жаттап аламыз. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Жұптық жұмыс. Ойыншықтардың әр түрінен қанша ондықтан бар? Әр түрінен қанша ойыншық бар? Санын айт, салыстыр. Суретте 3 түрлі ойыншық түрі берілген. Әр топта ондықтар саны көрсетілген. Бірінші ойыншықтар сол жақтағы фигуралар. Сөрелерде 10 ойыншықтан тұратын 1 ондық бар. 1 ондық 10 ойыншыққа тең. Екінші текшелерден пирамидалар. Әр пирамидада 10 текше бар. Суретте 8 пирамида, 8 ондық, 80 ойыншық көрсетілген. Үшінші дөңгелек табақшаларда да жемістер. Әр табақшада 10 жеміс. Суретте 4 табақша, 4 ондық, 40 ойыншық берілген. Келесі кезекте салыстыруға көшейік. 1 ондық 4 ондықтан кем, 4 ондық 8 ондықтан кем. Демек, 10 ойыншық 40 ойыншыққа қарағанда кем, 40 ойыншық 80 ойыншыққа қарағанда кем, 10 ойыншық 80 ойыншыққа қарағанда кем. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. Жарысқа қатысушылардың нөмірін тура және кері ретпен ата. Санайық. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Жазыл үлгісіне қара, сандарды өсу ретімен жаз. Қатарда қай сан жазылмаған? Кейбір сандар жазылмаған екен. Сол сандарды жазып толтырайық. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Суретке қарап сандарымызды толтырамыз. Ендігі кезекте суреттегі сандарымызды кері санайық. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Келесі 4-ші тапсырмаға назар аударамыз. Сен зерттеушісің. Бос орындарға тиісті сандар мен таңбаларды қойып түсіндір. Бірінші мысалға назар аударайық. 50 саны
артық көрсетілген, яғни 50 саннан аз санды жазатын боламыз. 40. Екінші мысал. 60 саны артық көрсетілген, яғни одан кіші санды 20 санын жазамыз. Келесі мысал. 80 саны артық, кез келген 80-нен аз санды қоюға болады. 10. Келесіде 50 саны артық, 50 санынан кіші санды қоямыз. 20. Келесіде мысалға назар аударайық. 70 саны және 100 саны берілген. Таңба қоюымыз керек, қайсысы артық, қайсысы кем. 100 саны артық таңбасын қоямыз. 90 және 60 саны берілген. 90 саны артық, оған артық белгісін қоямыз. Ал балалар, сабағым ұнады және қызықты өтті деп ойлаймын. Сау сәлеметте болыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар. Каналымыз ұнаса, тіркеліп лайк басып кетеміз.